ортаға бір ой қосайын. Facebook арқасында жалғыздың да үні бүгінде естіліп тұр. Біздің елде ұлттық ұранның бағыты нақтыланбай, айқындалмай тұр. Негізі ұлттық идеяға жаңалық енгізудің керегі жоқ. Өзімізде бар байырғы ата-баба өсиетін жаңғыртсақ жетеді. Мысалы, қазақ баласына тура жолдың бағыт-бағдарын көрсетіп отырған даналарымыздың өсиетін қайталап, жариялап айта беруден жалықпайық. Мысалы, шәкәрім, адаспайсың ақылды арлыға ерсен, жолай көрме жылмайы сопы көрсен, тапқыр адал ақ ниет адамдардың, алданбайсың артынан ере берсен дейді. Қысқа да нұсқа формуланың бірі осы. Және әріректе Омар Хайям былай деген екен: даналар ой маржанын жіпке тізген, кенесі құда жайын текке бізбен, шеше алмай сыр түйінін ақырында, кетті ғой талай надан кеткен ізбен. Өлімді неден қорқып жатсынамын, білемін о дүниенің жақсы сырағын. Құдайдың аманатқа берген жанын өзіне мерзім жетсе тапсырамын дептіміз. Ендеше мәселені күрделендіре бермей, көрінген келімсек жат жұрттық діни догмаларды әспеттей бермей, Құдай берген ерекше қазақы рух сананы қазір тұрайық. Қазақылықта тұнып тұрған даналық бар, қалыптасқан адамгершілікке сай әдет ғұрып та бар.